Сәлем достар. Қазір біз өздеріңіз білесіз, көктемде отырғызған картопты қазып көреміз. Мына неге салып көрем? Ескілі шыға ма? Қаншалық шығады? Картопты мына кәді кабақтар патиссондардың арасында отырғызғанбыз. Олар да шығып тұр. Патиссондар. Міне осындай, мынандай полиэтилен қаптарға отырғыздық. Міне мыналар шетінен қазып алып жатыр. Қазып алынғандар бір келіден әрқалай шықты. Шөп басып кетті, қайуға уақыт жоқ. Мынау да қазып алынғандар. Мыналар әлі сол жерде. Жаңа біреуін алып қойдым. Арғыларда қазып алынғандар. Және бір ескеретін нәрсе, көбінесе мына пакеттер шіріп кетеді екен. Мынандай болып. Мен біразын жаңа қаптарға ауыстырып қойдым. Мынаны да қазып аламыз. Міне мынаның ішінде, арғы бүйірінде кішкентай мына целлофан пакеттер мықты болып саналады менің ойымша. Алла қаласа келесі жылы осындай пакетке салу керек екен. Содан кейін мынау қанттың қаптары да сол шіріп кетеді екен. Жаңағы ұнның қабының бір ерекшелігі бірдей, бірақ ол көбінесе шыдайды. Осы жердегі бір қаптағы жерге апарып қойғам. Қазір соны көрейік. Міне сол шіріп кеткенді өткенде маған салып қойғам. Мына пакетке. Құмырсқалар барлығы жақсы ұя салып апты. Енді осыны қазір тексерейік. Бисмилля. Түбіне терең кетіп қалған тамыры. Тамыры міне әлі жаңағы өскіндері ғой. Көріп отырсыздар міне. Енді осыны қазір төлейік. Енді осыны қазір есептейік. Мында қояйық орнына. Бастайық. Көп емес, сол бір асып кетсе бір 2-3 күлік, өйткені жаздай онша күтім көрмеді. Біз жұмыста жүрдік. Жұмыста мына картофты қызыл мен Норвегия мен Нарынқолдың картоптары ғой. Екеуінің қайсысы? Мына қараңыздар, мына Нарынқолдікі, Норвегиянікі. Екеуі бір-бірімен тайталасып өскен. Яғни бір-біріне конкрет болды ма, әлде серіктес дос болды ма? Ол жаққа картопқа ғана мәлім. Әйтеуір өсіп шығыпты. Міне. Қараңыздар. Міне. Шылаушын. Міне осы шылаушындардың көмегі көп тиіп отыр. Сонымен міне болып та қалдық арасында біраз қалып отыр. Не пішет. Сонымен мынау, егер мына красканыкі бояудық 7 кілі болса, мынау енді 7 кіліден не қойық? 5 кілі бір қаптан 5 кілі болып отыр. Ал енді егер күтім көргенде, егер дұрыс өскенде күнделікті қарағанда бұл
бір қаптан 10-15 кілі алатын едік. Құмырсқалар. Ал келесі көктемде келіскенше қазір сіздерді қазамыз. Сонымен барлықтарыңызға сәттілік, өнім мол болсын.